Ассалаумағалейкум ақсақал. Той құтты болсын. Ұлтымыздың ұлық мерекесі ғой. Осы Алматы қаласындағы тәуелсіздік алаңында келіп қапсыз халықтың арасына. Той қалай болып жатыр? Көңіліңізден шыға ма? Ой, менің көңілімнен өте шығып тұрған жоқ. Мен қазір дәл 90 жастамын. 42 жыл мен бала тәрбиелеу жұмысында болдым. Оған болды. Ал қазір бізде осы жастар деген өте қолайсыздау болып кетіп тұр. Өйткені оған тәрбие жұмысы нашар. Қазақта мақал бар, бала жеңіне қарап өседі дейді. Сол балалардың барлығының белгілі бір ұлттық формасы болу керек. Ер балаларға арналған, қыз балаларға арналған. Содан сабақта жүргенде, мектепте жүрген уақытында сол формасымен жүру керек. Соған қосымша менің өзім пікірім, мұғалімдерге де форма болу керек. Өйткені мұғалімдер әлем болып барады. Бала соны көреді, сондай болғысы келеді. Соларға тұрақты бір не болу керек? Киімнің формасы. Үлгісі. Иә, үлгісі. Жақсы, рахмет аға. Аты жөніңізді айтып берсеңіз. Атым Ыбыраш, фамилиям Құлман. Арал теңізінің ортасындағы Көкарал деген аралда туып өскен адаммын. Рахмет аға.